келіп отырған жайымыз бар. Мен алғаш жұмысқа жас маман болып кірген кезде мектебіміздің тәжірибелі ұстаздары Айман апай, Дария апай өздерінің көмектерін көрсетіп, қамқорлықтарын білдіріп, әпкелік және аналық қолдауларын көрсете білді. Тек қана мұғалім ғана емеспіз. Біздің әніміз бір, сәніміз бір, бірге жүреміз. Қазіргі кезде біз бір-бірімізден бөліне де алмайтын жас ерекшеліктеріне қарамастан әдемі құрбылар болып кеттік. Біз Аядай Рысқұл ауылынан келіп, бар өнерімізді көрсетіп, эфирға шығып, ауылымызды көрсеткіміз келеді. Біз Кел Шырқайық бағдарламасына тек жеңу үшін келдік. Жеңеміз! Çöktüm bası solmayma. Bizim aygıl 18'de tolmayma. Bizim aygıl 18'de tolmam son. Onun böyle makabatta bulmayma. Oyna birbirine bulayma. Yeş kaşan akıllıkta armayman. Sıyırttım sağan. Oyna birbirine bulayma. Kaçan akıllıkta armayma, sıyırttım sağam. Біздерге, көрермендерге жақсы көңіл күй сыйладыңыздар, және де арғы экраннан көріп отқан көрермендер де билеп кеткен сияқты деп ойлаймын. Мақсат осы, халық үшін бір бөлімді көтерсек болды. Неғыл дейді. Енді маған сіз гороховый дейді ғой, ортадағы отқан. Жеңешем ойпырмай кәндей көп алт жылт етіп, жалғыз өзі живая. Жалғыз өзі живая, жалғыз өзі кәндей. Барлығына пас беріп тұрсыз кәдімгідей. Рахмет. Біз барлығымыз басымызды біріктіріп тұрған Тұрар Рысқұлов атындағы номер 16-шы орта мектеп. Біз мұғалімбіз. Мұғалім енді жан-жақты
әрқайсымыз әртүрлі пәннің мұғаліміміз. Siz ше? Қазақ тілі әдебиет пәнінің мұғаліміміз. Siz? Информатика. İnformatika siz? Muzika. Muzika. Bәсе сол екен ғой сіздің Өзіне жанып тұр. ішіндегі пысық болып отқаны сіз? Ағылшын пәні. О, hi, Mr. Қалай еді? Mrs. Марал. Teacher, Mrs. Teacher. Уанила абуайнен үндеп. Сөйлеп кеткім келеді ше негізі. Сіз? Мен де музыка пәнінен берем. Жалпы топты құруға не себеп болды? Не түрткі болды? Бұл Айман апайдың туған күнінен басталды. Охо! 50 жасын жасайтын болды. Бұл кісінің қарасақ, туған күн жасағысы келмей солай жүр екен. Сосын қыздармен ақылдастық. Неге біз жақсы көретін апайымызға тосын сый жасамасқа деп 70-80 адамға үлкен той жасадық. Сөйтіп, содан біздің достығымыз ары қарай жалғасып кетті. Негізі бізді біріктірген мектеп болса екінші біріктірген той болды. әлеміміз ғой негізі. Музыкаға деген сүйіспеншілігіміз. Махаббаттарыңыз. Кереметтей бір әнші емеспіз, бірақ әуесқой әншіміз. Бұл кісілер тек қана ән айтып қана қоймайды, сонымен қатар инструменттерді де ойнайды. Аспапта да ойнайды. Естуімде өздеріңізбен бірге Рұқсат болсын. домбыра алып кетсін. Кәне домбыра. Міне. Ойбай! Домбырамен бір ән шырқап жүрсек. Шырқап жүрейік. Тез қара.